Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға подписация басып кетуді ұмытпаң. Бірінші болып, маегімізді ызғар тряпкамен тазалап аламыз. Мынандай таза халатта болу керек. Саңғырай жүрмей. Şimdi mayalarımızı terip basayımız. Екеуін қосып жалғап кетеміз. Бұның вазипасы әр 2 сағаттан маекілерді айландырып тұрады. Және 19-ші күннен бастап бұны ажыратып қоясыз. Себебі маекілерді айландырудан тоқтату керек. Шөже шығып басылайды 19 күннен бастап. Мына жерде лампочкасы бар. Маек қойып, мынаған тексеріп аласыз маегіңізді. Шу жерде рауы жанып отыр ма, рауы жанып отыр ма. Кетті кейінгісі. Бұдан мына мод деген бар. Модқа мына қазір үйрекке өзгерді. Мынау газ бастыратын болсаңыз, кептер үшін мынада қырғауыл. Енді ручной басқаруға болады бұда. Мына сет арқалы қалеген өзіңіздің температураңызды плюс-минус қылып көтеріп, түсіріп, одан сетті және бір басасыз, одан кейін влажностьті көтеріп, түсіріп, қалегенше істей бересіз. Одан біздер мына тауықты танлап аламыз. Бірінші күн басыланды. Бір жұма 2 сағаттан алмасып тұрады, айландырып тұра береді. 1 минуттан. Бірінші күн 38 градустан бастанады. Бірінші күннен 6-шы күнге шейін 38 градуста болады. 7-ші күннен 12 күнге шейін 37-8 градусқа түсіріледі. 13 күннен 18 күнге шейін 37-де 6 градусқа түсіріледі. 19 күннен бастап 17-де 2 градусқа түсіріледі. Влажность бірінші күн 60% болу керек. Бірінші күннен 6-шы күнге шейін 7 күннен 12 күнге шейін 55% болады. 13 күннен 18 күнге шейін 60% болады.
19 күннен кейін 70%-ке көтеріледі. Тез жарып шығу үшін жоғары дәрежеде ылғалдық болу керек. 19 күннен кейін тоқтату керек айлануды. Шөжелер шығып бастайды 19 күннен бастап. Тауық режимінде өзі автомат тәрізде істей береді. Жоғарыда несі бар? 14 күн болғаннан кейін ашып қоямыз. 14 күн болғандықта самалап тұру керек. 14 күнге шейін іші жауып халатта тұрады. Одан андай сыртына изоляция қою үшін, температураның түсіп кетпеу үшін, андай ыссы суықты өткермейтұғын сатылармен қаплап қоямыз сыртын. Ана 3 несі бар. Су құятұғын жері, өз влажность төмен түсіп атса, өзі сигнал шалады. Соқта ортаға су құйып, азғантай су құйып дауып қоға бересіз. Тоқ өшіп қалған жағдайларда мына 12 вольтпен істейтұғын аккумулятор жалғап қойсаңыз болады, шнур болады өзі. Тоқ өшіп қалса аккумулятор қосып жібересіз. Беймәлі тоқтамай істеп тұра береді.